Осы кітапхана туралы мәлімет айтып кетсек, бұл кісі Қазақстан Республикасы құрметті кітапханашысы, кітапхана ісінің үздігі, біздің басшымыз бүгін қарлығаш тұрамыз. Рахмет, қош келдіңіздер осы кітапхананы таңдап көрейік деп. Енді бізде негізгі кітапхана біздің ауданымызда 12 кітапхана бар. 19 бар ғимаратта бізде бір аудандық кітапхана және бір аудандық ауыл кітапханасы бар. Оқушылар бағытында мектепте оның ішінде біз орыс тілі маманымыз, бізде өзімізде клуб бар. Клуб, интеллектуальный клуб «Надо что где когда деген. Осы балалардың бәрі сол клубтың мүшелері. Жақындатып, кішкене қылып шығып тудырып. Сол үшін осы мақсатпен осы кітапханаға келіп отырмыз. Шараны өткізбекші болғанбыз. Балаларымызға соншалықты бізге болмасы болсын деген ұсынысты. Осымен жалғасып үлкен клубқа айналып кеттік. Сол кісіге 325 жыл. Атақты сал серілердің соңғы тұяғы Кенен Әзірбаевтың 140 жылдығы. Кенен Әзірбаевтың өздеріңіз білесіздер, Асылдың сынығы Төрткен апамыз осы Брестте тұрады. Фильмге назар аударсақ. Киргиз деп атап келдіңіз бе? Мақаланы мен оқып шықтым. Көп дүниеге көңіл толды. Расымен қиятауын талап ету қалай десек те үлкен қадам. Сондықтан Сәкен Құрдастың бұл қадамын мен құптаймын. Кеңсе тілі қазақ тілі болмай, іс алға баспайды деп айтқанда Сәкен еді ғой. Сондықтан Сәкен қай уақытта да жөн айтады. Сәкен? Көңілі мен ниеті ақ болсын дегенсің ғой Гүл Бақырам. Өте әдемі. Пейілі де көңілі де ақ болсын. Бөлімшеге барып, қояр сауалдарымыз бар. Не болып қалды, Сәкен? Кінәратым жоқ. Келі ұрпақ өз ағақтар астына жатып береді. Уайымдамады. Қазақстанда 118 мың адам сотталған. Олардың 25 мыңы ату жазасына кесілді. Бұл кезеңді бүгінде ұлы зұлмат зобалаң жылдар деп атайды. Сталиндік қуғын-сүргін құрбандарының тауқыметті тағдырлары ешқашан ұмытылмайды. Кез келген жаста оқыған адамның тіліне жеңіл, көркемдігімен қатар қарапайымдылығымен де ерекшеленеді. Ал қазақ әңгімесінің хас шебері бияға атап өтсіңіздер ма, бірақ соны құрауларыңыз керек. Екі адамға
драмасы? Дұрыс, Сәкен Сейфуллиннің драмасы. Енді сіздерде қазір келесі ол мақалдың сайысы. Бәйтерекке қатысы жоқ, бірақ мақалсы. Осы мақалды екі мақалдан айтасыздар. Қай мақал осы суретпен айтылып тұр? Сегіз қырлы, бір сырлы, екіншісі семіздікті қойған. Тамаша! Көзін қарғаны, көзін қарған шықмайды. Екіншісі? Жақсы қонақ келсе қой екіншісі. Жұмбағынан да айтамын. Ұяда не көрсем, қағасын өрерс. Біріншісінде асып ойнаған озар. Азар. Ойнаған озар. Бәрінде Ойнағы құйрық деген. бағып, құйрық жеген. Үшсін қаптап, айдағанның бесешкі, ысқырығын жер жарайды. Дұрыс. Айдағанның бесешкі, ысқырығын жер жарайды. Мына біріншісі ше, жалпы кітап оқу адамға не береді? Жаңа сөз үйренуге болады. Тілді қуат жақсарады. Қазақша көп оқысаң, қазақша сөйлеуің жақсарады. Таза қазақша сөйлеуің. Және ақыл ой дамытады. Дұрыс. Жақсы рухани байыз. Рухани дамимыз. Дамып байыз. Жақсы әсер тигізеді. Кітап оқысаң, мысалы, Ой өрістерін кеңейеді. кейбір жерін өзіңе түртіп аласың. Мына жерде айта жүретін зат екен деп өзіңе түртесің. Оны кейін бір жерлерде айтып қолданасың. Тартым алмады, келіп отыр. Сол кісілер туралы әдебиеттер, ол кісілердің әдебиеттері, осының бәрі мұны Асқар Соқпанов қазақ кәсіби режиссурасының негізін қалаған. Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Нүсіпбек Исахметов деген ағайларымыз болған. Өте тамаша ақын. Сол кісінің өзінің тұтынған заттары, сол кісінің шығармалары осы музей мұражай бұрышында сақталды. Бұл жерде Өтеген Батыр туралы мәліметтердің бәрі бар. Бізге Өтеген Батыр туралы Жамбыл Жабаевтың дастандарынан, жырларына келеді. Өтеген Батыр деген дастаны бар. Бұны әкеліп, Қордай жаққа келіп көрмеді қайтадан. Анасы Назира Балимет осында 14-13 жасқа дейінгі балалар осы жерден кітап алады. Қазақ, орыс тілінде, үш тілдегі кітаптарымыз бар. Оқу залы, кітапханашысы Назгүл Жанарқызы. Бұл мектепте сонымен қатар энциклопедияларымыз бар. Қазақ және орыс тілдерінде кітаптарымыз бар. Кіріңіздер, көріңіздер. Бұл сонымен қатар қазақ киносының саңлағы Шәкен Айманов, қазақ киносындағы ана бейнесінде қалған Әмина Өмірзақова арналған кітап көрмесі. Сонымен қатар қазақ тілінде арналған кітап көрмесі бар. Келіп осы көрмелерден мерейлі егерлерінің кітаптарын алып оқып, олар жайында энциклопедиялар қойған. Сол энциклопедиялардан олар жайында мағлұматтар ала аласыздар.